Ассалаумағалейкум. Бүгін біз WhatsApp-та осындай дыбыстардың мазалауынан біржолата құтылу және ұзын сонар әңгімелесу естелігін мына жерден жасыру, соны үйренетін боламыз. Мұнда біз қазір көріп отырсыздар, маған әртүрлі группадан хаттар келіп жатыр, дауысты хабарламалар келіп жатыр. Бұлардың қайта-қайта шиқылдап мазаны алуынан сақтану үшін біз былай жасаймыз. Бір группаның төбесін ұзақ басып тұрасыз, сосын қолыңыздың оң жағына қарасаңыз 3 нүкте бар. Нүктенің ішінде барлығын таңдау дегенді басамыз. Сосын кейін мына жерде дыбыс жоғалту мәзірі тұр. Қолыңыздың оң жағынан санағанда 3-ші орында. Мына жерде хабарламаларды көрсету дейді. Хабарламаларды үнсіз ету. 1 жыл деген талдаймыз, окейді басамыз, болды. Енді бұлардан хабар келе ма, не болады? Барлығын дыбыссыз режимде. Бұл жерден дыбыс шықпайды. Енді осы құрша ұзын сонар әңгімелесу естелігі бізге өте қолайсыз. Мыналардың ішіне адам тауып алуда және қарап отыруда көзді миды шаршатады. Сондықтан бұл өзімізге қажеттігін алып қалу үшін біз тағы да осылай істейміз. Барлығын таңдау дегенді басамыз мына ішінде. Сосын өзімізге қажетті ғана нелерді алып қалайық. Қажетті группалар мен адамдарды алып қалайық. Мысалға маған керегі осылар. Енді біз қолымыздың оң жағына қарасақ, бір төмен қараған стрелка тұр 4%, соны басамыз. Бұл мұрағаттау деген. Міне, қып-қысқа болды. Мұрағатталған шарттар 130 дейді. Бұл ешқашан сіздің адамдарды жойып жібермейді. Бұл тек қана осы сөйлесу естелігінен алып тастадық біз ол адамдар. Ол адамдар мына мұрағатталған шарттар дегеннің ішінде тұр. Мына жерде барлығы тұр. Егер бұлар сізбен сөйлесетін болса, осы терезелікке пайда болады. Осы екі тәсілмен WhatsApp-та өте тиімді пайдалануға болады. Және тазартуды да бұрын-соңды үйреткенбіз, WhatsApp-та қалай тазарту керектігін. Ол видеоның сілтемесін осы видеоның астына тастаймын. WhatsApp-тарыңызды осылай пайдалансаңыздар өте ыңғайлы болады. Көп жағдайда біз бұны білмейміз да, көп группада отыра алмаймыз, және көп адамдармен сөйлесуге, бизнес дамытуға көп нәрсе кедергі болады. Өйткені WhatsApp-ның функциясын біз түсінбегендіктен. Менде 200-300-ге жоқ группа бар, мыңдаған адам бар. 2-3 мың адам былай да бар шығар менің WhatsApp-ымда. Бірақ менің телефоным қатып, бір дұрыс жұмыс жасамай, өзімді шаршатпайды. Өйткені мен осы тәсілдер арқылы WhatsApp-ты жақсы пайдаланамын, сондықтан ол телефоныма ешқандай қатырып тастау, сіресіп қалу деген әңгімелер болмайды. Видео ұнаған болса лайк басыңыз, және осы видеоның астындағы талғамсыз каналына жазылуды ұмытпаңыз.